Міне мен болдым уже. Ал енді қараңыздар достар, осылай келіп, нанның бәрі нан ішіне түсіп қалды, себебі ана жақтағыларын аяға қойдым. Ал енді мына тұсты мен жуып алам. Ал достар, мен болдым. Енді солымды жүріп күтем. Достар, менің YouTube каналыма подписаться етіңіздер. Онда өте күшті видеолар болады. Анда мен өзім бір кішкентай видеолар салатын боламын. Тағы да көбінесе мен сіздерге енді тамақ түсіріп көрсетем. Және бүгін мен сіздерге өзім бірінші рет тіріп көрейін деп жатырмын бір нәрсені. Толстовкамен ненім. Соны тоже сіздерге көрсететін болам. Достар, барлықтарыңыз лайк басып, подписаться етіңіздер, аямаңыздар, комментарий қалдырып кетіңіздер. Көп нәрсе жазып кете беріңіздер, өтініш. Мен өзім кішкентайымнан блогер болғым келеді. Көбінің арманы, мен кішкентай кезімде басында мен полиция боламын дейтін. Өсе келе маған полициялар ұнамай кетті. Сосын сот болам дедім. Сот болған кезде сот болам дедім да, айнып қалдым да, актрисалыққа кетіп қалдым. Осылай. Сосын енді мен қазір ойым актриса болғым келеді, өскенімде солай. Мен ктаға қатысқам, 1-8-ге өттік, и потом карантин болып, жоқ болып кетті, алминалық болып кетті. Сосын Мейрам кино студиясына қатыстым. Онда өте қатты қымбат болды да, сосын мен шығып кеттім. Енді тағы жазда барамын, осы көктемде барамын. Ал мен қазір бір жерде оқып жатырмын, тоже сондай не, сондай бір нәрседе, короче, мына жерден қазір өзі қайнаған кезде, вот мына тесіктен ауа шығатын болады да, сосын мен келем, потом қараймын, ашамын өзім. И тоже мына жерден ауа шығады. Мына жерден. Осылай комментарийға сіздер өздеріңіз қандай тамақ жасай аласыздар, соны жазып кетіңіздер. Мен осылай істеймін. Кір болып қалған секілді. Ертең достар, мен сіздермен бірге манты жасайтын боламын. Өте оңай рецебі. Ертең 8 март, барлықтарыңызды құттықтаймын. Сол себепті біз ертең манты істейін деп жатқанбыз. Міне ерінбейтіп тазалап тұрмын. Осындай майда шеттерді маған, осындай мынандай шеттерді, осылай мынандаймен істегеніңізде көп бәле шығады ғой. Мен өмір осылай істеймін. Осылай қойып қоямыз, қайтадан істейміз. Достар, мен қазір видеоны өшіремін. Потом мынау қайнап болған соң видео бастаймын. Қазір мен телефонымды зарядкаға қойып келемін. Менде қазір 16% екен. Вот. Біз қазір ана келді, чтобы ертең мантыға міне. Именно тоже бар, мынандай кішкентай. Ну, короче, біздің кухня. Осылай. Мен де көп ыдыстарды қойып қойғам. Мұнда студия советтар. Мұнда лампочка вот. Мұнда стол, мұнда диван. Енді осыны күтеміз. Пух етіп ашып жүргенде дайын болып қалады. Осылай қойайын да, я. Осылай қояйын да. Потом ашқан кезде тамақ дайын болады. Тамақ дайын болады дегенде қайнап шығады деп айтам. 1, 2, 3.